Сәлеметсіздер ме көрермендер? Безеуді жоюға арналған қарапайым маскалар рецептілері. Бүгінгі менің ақпаратым сіздерге қызық болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Безеуден бәріміз құтылып, бет әлпетіміз әдемі болып, сұлу болып жүргіміз келеді. Бірақ оған міндетті түрде жақсы күтім керек. Безеуден құтылуға болады. Тек бет терісіне жақсы күтім жасаса, барлық кемшіліктен арылуға мүмкіндік бар. Бет күтімі үшін міндетті түрде қымбат косметика немесе арнайы скраб, маска қажет деп ойласаңыз, онда қателесесіз. Себебі үй жағдайында кез келген әйелге қол жетімді масканы өзіңіз-ақ дайындап ала аласыз. Бүгінгі менің беріп отырған ақпаратым осы әртүрлі маскалар жайында болмақшы. Бірінші маска ол кір сабыннан жасалған. Кір сабын барлық үйде бар. Сондықтан бұл масканы әрбір әйел үйде жасап алуға болады. Кір сабынның азғана бөлігін бетіңізге жағатындай етіп, үкіштен үгітіп аласыз да, үстінен аздаған жылы су құйып, жақсылап көпіршітіп алыңыз. Дайын болған қоспаның үстіне бір ас қасығына бір шай қасық тұз қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Маскамыз дайын. Енді мына тазартылған бет терісіңізге мұқият жағып шығамыз. Бұл маска бет терісін тазартып қоймай, бет терісінің майлануының алдын алады. Себебі бұл маска майлы бет терісін құрғатады. Сонымен қатар беттегі безеуді, қарадақтарды жоюға өте көмектеседі. Бұл масканы аптасына 3 рет қолдануға болады. Масканы 1 ай бойына жалғастырып жағу керек. 2-ші аптада нәтижесі байқалады. Байқаңыздар, 2-ші аптада сұлу болып кетсеңіздер, ол сіздердің өздеріңіздің еңбектеріңіз. Масканы бетке жағып болғаннан кейін 5 минут ұстау керек. Уақыт өткеннен кейін масканы жуып тастасаңыз болады жылы сумен. Одан кейін сүлгімен ылғалды сіңіріп алыңыз. Соңынан нәрлендіргіш кремді жағып қойсаңыз болады. Сонымен қатар үйдегі азық-түлікпен де безеуден арылуға болады. Ол да бір қызықты маскалардың түрлері. Оған қажеттісі картоп. Картоптың шырынын 100 мг және 1 шай қасық балды араластырсаңыз, қоспаны бетке жақсаңыз, безеу толық жойылғанға дейін күн сайын проблемалы бетке жақсаңыз, 2 аптадан кейін бірнеше күн үзіліс жасап, одан кейін емдеуді қайта бастауға болады. Сонда бетіңіздегі безеулерге әсер болады. Үшіншісі ол әр үйде бар тағы да сәбіз. Сәбізді ботқа ретінде қолданып, безеуді жоюға көмектесу үшін жағуға болады. Оны дайындау үшін ботқа тәрізді массаға айналғанша ұсақтау қажет. Осы қоймалжыңды бетке жағып, жарты сағаттай қалдырып, одан кейін сумен шайып тастайсыз. 4-шісі ұсақтап туралған сарымсақ. Ол безеуді жоюға көмектеседі. Бұл қоспаны дайындау үшін 1 бас сарымсақ, яғни чеснокты алып, қақпағы жабылған шыны бөтелкеге салып, үстінен 1 қатынасынан арақ немесе спирт құйыңыз. 1 апта бойы қараңғы немесе салқын жерде тұндырып қойсаңыз, содан кейін қоспаны сүзіп алып, тек суын ғана пайдаланасыз. Бұл тұнба беттегі безеудің қабынуын басады. Проблемалы теріге жағылған сарымсақ ботқасы эпидермисті және теріні жақсы зарарсыздандырады, кептіреді. Сарымсақ маскасын 10-15 минут ұстап, одан кейін жылы сумен жуып тастап отырыңыз. 5-ші түрі ол жаңа піскен қияр. Қияр қазіргі уақытта барлық дүкендерде бар. 1 данасын алсаңыз, ол сіздің бетіңізге жетіп жатыр. Жаңа піскен қияр безеуге қарсы керемет зат. Лосьон дайындау үшін ұсақтап туралған қиярдың 3 ас қасығын ыдысқа салып, үстінен қайнаған су құйыңыз. 1 күн бойы сүзілгеннен кейін 1 шай қасық бал қосыңыз. Барлық компоненттарды мұқият араластырып алғаннан соң, мақталы тампонды осы қоспаға батырып, теріні сүртіп шығыңыз. Күн сайын осы қоспамен бетіңізді сүртіп отырсаңыз, міндетті түрде безеуден арыласыз. Сонымен бірге күнделікті өмірде алоэ гүлінің шырынын безеумен күресуге қолдануға болады. Мысалы, алоэ шырыны бет қабынуын тамаша жояды және безеу бөртпесімен тиімді күреседі. Алоэның өзін дәрілік өсімдікке жатқызамыз. Әр үйде болмаса да оны табу қиын емес. Алоэның 2 жапырағын алып,
тазалап жуып алған соң суын кептіріп алыңыз. Содан соң ұсақтап турап алыңыз. Оны қасықпен немесе блендермен езіп шырын сығып алыңыз. Осы шырынды безеулі бетке жағып 10-15 минуттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Алоэның солы ертінісінде безеулі бет терісіне қолдануға болады. Оны дайындау үшін алоэ жапырағынан ботқа тәріздес қоймалжың жасап, үстіне су құйып, қараңғы жерде 1 сағатқа дейін тұндырасыз. Осы тұнбамен проблемалы бетті сүртіп, безеуден арылғанша қолдана берсеңіз де болады. Жетінші түрі ол мыңжапырақ, қырмызы, түймедақ қоспасы. Осы 3 шөптің қоспасы бетіңізге керемет әсер береді. Аталған жоғарыдағы емдік шөптерді бірдей көлемде бөліп алып, термо ыдысқа салып, үстінен қайнаған су құйып, қақпағын мықтап бекітіңіз. 5 минуттай демделген шөптердің буына бетіңізді тосып булап алыңыз. Немесе оны сырлы ыдыста 5 минут бойы баяу отта қайнатып алуға да болады. Осы қайнатпаның үстіне бетіңізді тосып булаңыз. Бірақ байқаңыз, бетіңізді күйік шалудан абай болыңыз. Бұл емдік шара әсіресе қара безеуді жою үшін тиімді әдіс. Бетіңізді булаған кезде тері тесіктері кеңейіп, беттегі ескі безеудің орны тазарып, тері тесіктерінде қалып қойған артық затталады. Енді келесі жоғарыда көрсетілген видеомда мен бет терісіне арналған күтім жасайтын маскалар туралы айтатын боламын. Подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз, сонда ғана сіз қажетті ақпаратты жоғалтып алмай, үнемі бірінші көретін боласыз. Сау болыңыздар, көріскенше.